Қазақта бір әдемі сөз бар, ақымақ бас екі аяқтың соры дейді. Егер сіз көп жүргенде аяғыңыз шаршайтын болса, сіз оны демалдырасыз. Өйткені ол аяқ шаршаған сайын ісінеді, аяқ киім сыймайды, қажайды, сөйтіп сізге жүруге қабілетсіз болып қаласыз. Сол үшін сіз аяғыңызды демалдырасыз. Сол сияқты сіз азаннан кешке шейін пияз турап, картоп турай беретін болсаңыз, қолыңыз талса демалдырасыз, иә? Қолыңызда жаңа қажалып кетеді деген сияқты шаршайды. Сол сияқты адам шаршайды. Адамның белі де шаршайды ұзақ тұратын болса, сіз оны да демалдырасыз. Біздің демалдырмайтын бір ғана дене мүшеміз бар, ол біздің миымыз. Күні-түні бүкіл дүние жүзінің қайғысын ойлаймыз, жатып алып Инстаграм қарап жатып, жұрттың проблемасына кірісеміз, оның отбасын зерттейміз, киген киіміне қарап қайғырамыз. Сол сияқты біздің миымыз демалмайды. Ми демалмайтын болса, ол жақсы жұмыс жасамайды. Адамның кез келген қай ағзаңыз демалмайтын болса, сол жерде жақсы жұмыс жасамайтыны секілді, ми да тура солай. Бізде қазақ айтады ғой, миың істей ме сенің дейді. Яғни ми істемейді деген кімдер ол? Миы шаршаған адамдар. Сондықтан да миды демалдыру үшін біз дұрыс ұйықтауымыз керек, дұрыс өзімізге көңіл бөлуіміз керек, таза ауада жүруіміз керек, жаяу жүруді әдетке айналдыруымыз керек. Осындай бір жақсы әдеттерді қалыптастыратын болсақ, өзіміздің ісімізге, өзіміз сүйсіне бастаған кезде біздің миымыз да рахаттана бастайды, жанымыз да, тәніміз де рахаттана бастайды. Сол кезде ми жақсы жұмыс жасайды. Ми жақсы жұмыс жасаған кезде бізге қажетті идеяны ми өзі беріп отырады екен. Сондықтан мейлінше көп демалып тұрыңыздар.